Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Бізде бүгін кезекті подкаст. Лайв подкаст жобасы креативті индустрияны дамыту орталығының жаңа жобасы. Бүгін бізде қонақта керемет ханымдар. Ол Аяужан ханым, Аяужан Ашимова және Жұлдыз ханым. Екеуі де қолөнерші, тігінші, жалпы айтқан кезде креативті индустрияның өкілдері. Сіздер өздеріңіз енді жақыннан таныстырып көріңіздер, өйткені мен білмейтін басқа да талант сырларыңыз бар шығар. Сәлеметсіздер ме барлықтарыңызға? Менің аты жөнім Уалиева Жұлдыз Арулханқызы. Мен қолөнермен жалпы бала күнімнен айналысқам, әуесқой ретінде. Бірақ кәсіби түрде 2018-ден бері айналысып келемін. 19 жылы жеке шеберханамды аштым. Ең басты айналысатын бағытым ол құрақ тігу. Және сол құрақты қазіргі заманауи интерьерге пайдалану, және киім болғанда бас киімдерге. Бас киімдер тігумен айналысам. Ал енді қолөнер сонда кішкентай кезіңізден біреу үйде апаңыз ба, әжем тігетін. Әжем құрақ тігетін, соның қасынан ерінбей жалпай қарап отыратын. Және бір қызығы, үйде біз 4 қызбыз, 4 қыздың ішінен менен басқа ешкім ине ұстамайды. Солай өзі болды. Сізге дарыған ғой онда ұстаған. Әжемнен келген болу керек. Жақсы, рахмет. Аяужан ханым? Жұлдыз ханымды бәріміз білеміз, енді құрақ өнерінен, жалпы қолөнерші ретінде. Бірақ мені бұған дейін ешкім осы тігін саласынан көрген емес. Мен бұқаралық ақпарат құралдары саласында жұмыс істедім, журналист болып, редактор болып. Қазір әлеуметтік зерттеу жүргізетін ұйымның мекеменің басшысымын, сонымен қатар қоғамдық салада жұмыс істейтін адам ретінде көбірек таниды. 8 қырлы бір сырлы. Өткен жылы енді осы кәсіпке келгенде бәрі таңғалды. Сен және тігін қанша қатысы бар деп. Бірақ ол кісілер менің бала күнде осы адамдарды әдемі киіндіруге деген әуестігім бар екенін білмейтін адамдар. Стильге өте жақынсыз ғой, сонда? Жанымның қалауымен жақын. Жақсы. Сізде енді қазір Кассак бренді, иә? Кассак бренді. Қалай шешім қабылдадыңыз? Енді көп жыл жастайыңыздан емес, сізді енді мысалы, бертін бастадыңыз. Қалай шешім қабылдау нүктесі қай кезде болды? Қалай болды? Міне мен бастаймын осы саланы. Заңды түрде бастайын деген. Негізі заңды түрде деген, мен әр іспен немен айналыссам да, бірінші осы саланы заңын зерттей және міндетті түрде заңды тіркеуін қадағалай. Себебі мен үшін заңға сәйкес әрекет еткен өте маңызды. Ал тіркеу үшін қалай ойға келдім? Негізі оған менің жолдасым түркі болды. Ол кісі мені екеуміз бас қосқалы жан-жақты ашып келе жатыр. Және мына осы салада да әрекет етейік деген кезде менің бала күнгі армандарым сол кезде есіме түсті. Қорқыныш болды ма? Қорқыныш, мен ешқашан қорықпаймын. Ондай дүниелердің жаңа бірдеңке бастағаннан қорықпаймын. Менің қорқыныштарым басқа нәрсемен байланысты. Бала шағаның болашағы, адамзаттың болашағы, еліміздің болашағы, сондай дүниелермен ғана байланысты. Ал әрекет етуге, әрекеттігі берекет, фолд білек сыбанып кіріс кетуге дайын тұрам. Керемет. Жұлдыз ханым, сіз қалай бастап кеттіңіз? Менің болған не түрткі болды? Келуіме, мен бұрын ойлайтынмын, мысалы, мен жалпы жас күнімнен бері бірнеше салада жұмыс істеп көрдім. Басында педагогикада болдым. Одан кейін құқық қорғау органдарында көп жылдар жұмыс істедім. Содан қызметтерді ауыстырған сайын мен өзімді ойлайтын, мен бір жерім дұрыс емес, наверное. Мен неге ауыстырам солай деп. Сөйтсем мен ізденісте жүрген екем. Өзімнің жанымның қалайтын нәрсесін. Одан кейін бізде барған сыртқы ортаның пікірі. Ойбу, мынаны ұқсата алмай анаған кетті деп айтама деп, содан ұнаса да ұнамаса да бір жерде отыра бердік. Мысалы, істедік талай шаруаны. Одан кейін 2014 жылы мемлекеттік қызметтен өз еркіммен кеттім. Одан кейін үйде бір 3-4 жыл отырдым. Содан кейін ойландым, мен не қалаймын? Содан қазір интернеттің заманы ғой, айту көз алдында бүкіл әлем. Содан бір күні сонда бір шеберлердің ортасына түсіп кеттім де, содан барып Қазақстан қолөнершілер одағының мүшесінен барып сабақ алып, 2018-2019 жылдары 2 жыл сабақ алып, соны сол ортамен бірге дамып келе жатырмын. Одан 19 жылы осында бұрын мен өзім әріптесім болған, қазір Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерлік негізін қалаушы Эмин Аскеров деген азамат бар. Сол кісі осында әлеуметтік кәсіпкерліктердің мектебін ашты. Осындағы Netwoman деген бар бізде, кәсіпкер іскер әйелдер қауымдастығы. Солармен бірлесіп, солардың тренингіне қатысып көрдім, тыңдадым, маған жаныма жақын екен. Содан өзімді осында көп балалы, ерекше баласы бар аналар, жалғыз басты аналар, соларды осы қолөнерге тегін тартайын деп, сол жағынан әлеуметтік кәсіпкерлікке алып келдім.
Онда сізде шәкірттеріңіз бар деп айтуға болады. Шәкірттерім бар. Иә, бірнеше шәкірттерім бар. Енді үйренгісі келетіндер көп, бірақ енді нақты осыған жанымен беріліп істейтіндер аз. Бірлесіп жұмыс істеп келе жатқан шәкірттерім бар қазір. Жақсы, ал енді мынандай сұрақ сіздерге. Креативті адамдар болып отырсыздар сіздер, креатив адам болып отырсыздар. Идея қайдан келеді? Мысалы, сіз жаңа бренд бастаған кезде, сіз жаңа бір үлгісін пайда болған кезде қайдан келеді? Қай кезде келеді? Егер кәсіби тұрғыда қарайтын болсақ, бұл сұраққа идея жұмыс істей бастағанда келеді. Я қолыңа бірдеңке аласың, жаңа материалды, сол кезде келеді. Ал егер басқаны жан дүниеңе үңілетін болсаң, идея мына қоршаған ортаның бәрінде толып жатыр. Далаға шықтық, торғай ұшып жүрмекен, жапырақ сыбдырлап тұрма. Ол енді адамның бәрі оны көре алады, тек қана ниет болу керек. Сол мұқият қарасаң, иә, және жаныңды ашып, осы өмірге ашылсаң, идея өзі құйыла береді. Керемет, сізде Жылысхан? Менің жағдайымда творчестволық адамда, енді бұл қолөнерден творчествомен тығыз байланысты ғой. Идея үнемі жүреді баста. Бір нәрсені көрген кезде ойлайсың, мынаны былай ұлттық нақышқа келуге болады, я болмаса былай пайдаланып көрсе, или мына материалды осылай пайдаланып көрсе, осылай декор жаса көрсе деген сияқты. Идея үнемі баста жүреді. Бізге ең басты жетіспейтін ресурс сол уақыт қой. И одан кейін талантты көмекшілер. Командамен жұмыс жасау, Аха, сол жағы. Жылысхан, мен сізге осындай сұрақ. Өзіңізден тапсырыстар бар ғой қазір, сізге тапсырыстар береді. Ең қызықты бір тапсырыс қандай болды? Ең қиыны мүмкін қызығы, мүмкін өзіңіздің жүрегіңізден шыққан бір тапсырыс ойыңызда қандай бар? Мен тапсырыстар дегенде айтайын ба, бұрын кісілер мысалы айтады ғой, енді былайша айтқанда проблемный, қиын клиенттерден қашады. А мен наоборот сондай клиенттерді жақсы көремін. Өйткені сондай клиенттер өсіреді. Сіз іздене бастайсыз, иә? Иә, сондай адамдар өсіреді мені. Көбінесе мысалы менде сыйлықты мына шетелге шығатын, я болмаса шетелде туыстары тұратын, жақындары тұратын кісілер іздейді көбінесе. Сондай адамдар келген кезде бірлесіп шешеміз. Өйткені мысалы мен басқадай көремін, ол адам басқадай көріп тұр. Одан ақылдасып ортақ шешімге келіп, дүние туады. Айжан ханым, енді сіздің Касак брендіңіз туралы айтатын болсақ, қазіргі таңда қаншалықты сұранысқа ие болып жатыр? Және сіздің бастапқы ойыңыз, қазіргі ойыңыз қалай болып жатыр? Сұранысқа ие деп айтуға болады, себебі қазіргі кезде біз көбінесе мына трикотаж тігеміз, трикотаждан киім. Ол өте сұранысқа ие киім түрі болып отыр. Себебі қазір қимылыңды шектемейтін, өте ыңғайлы киімдердің уақыты. Аяқ киім болсын. Сондықтан біздің салада, біздің брендтің шығаратын киімі сұранысқа ие. Тек қана елге соны көрсете таныта білсек болғаны. Бізде осындай бар екен ғой деп келе қалады. Ал о баста әрине ойлағаннан әрине үнемі түзету үстінде боламыз. Енді тура ойлағанда қат қалған линиямен жүруге болмайды ғой, бұл шығармашылықтың кәсібі. Әрине біз өзіміздің нарықты зерттейміз, адамдардың қажеттілігін зерттейміз. Сондықтан тірі ағза секілді біздің кәсібімізде өсіп келе жатыр. Осындай сұрақ, енді сіздер жай ғана кәсіпкер емессіздер. Сіздер бірінші әйел адамсыздар, анасыздар, мүмкін уже бір көп баланың анасы шығарсыздар. Қалай кәсіпті, шығармашылықты және әйелдік функцияны, ананың функциясын атқарып жүрсіздер? Уақыт қайдан аласыздар? Қалай үлгеріп жүрсіздер? Сол туралы айтсаңыздар. Менің жағдайымда осы шеберхана ашуыма да осы сіз қойып отырған сұрақ түрткі болды. 40-тан асқан кезде балалы болдым, кіші қызымды. Одан кейін үлкен баламның қалай өскенін өзім де білмеймін. Мектепке барғанын білемін, әйтеуір бірінші классқа апарғанын ары қарайғы білмеймін, өйткені мен мемлекеттік қызметте болдым. Одан кейінгі сол жолдасымның қойған талабы: немен айналыссаң да онымен айналыс, өзім асыраймын, бірақ бала қараусыз қалмау керек. Рахмет, жолдасыңызға рахмет. Шеберхана болғанның ең ыңғайлысы сол, қалаған уақытымда баланы апарып әкелуге, мысалы, тапсырыстарымды өзім солай жоспарлап отырамын жұмысымда. Үй шаруасын, жұмысымды, баланы бәрін икемдеп отырамын. Жақсы, керемет. Айжан ханым, сіз қалай үлгересіз? Ең көп еститін сұрағым, қалай үлгересің деген сұрақ. Себебі менде негізгі жұмысымнан басқа қосымша қоғамдық міндеттеме, өзім артып алған жүктемелерім бар. Және әрине бала шағаға қарау керек, тәрбие беру керек деген секілді. Себебі мен оған өте көп көңіл бөлем. Бірақ кезінде мен балалармен әңгімелесіп отырғанда сұрадым: сендер қандай ананы қалайсыңдар? Сендермен күндіз-түні жандарында жүретін бе, әлде жұмыстың арасында
бір екі сағатымыз сапалы өткізсек жеткіліктіме деп. Сол кезде мен балаларымды айтты: мама үйде халат киіп отырмаға маманы қалаймыз. Туфли киіп елдің арасында айтып сөйлесіп әңгімелесіп, жүзеге асып өзінің потенциалын жүзеге асырып жүрген адам керек деді. Әлі күнге дейін балаларым мықты мотивация береді. Қазір мысалы тіл үйрен деп міндет қойып отыр алдыма, себебі айтады: сенің айтқан дүниелеріңді естуге ағылшын тіліндегі қауымдастық сол есту керек деген сияқты мықты мотивация беріп қояды. Содан кейін енді бәрін ел көресің. Ал негізі тәуліктегі уақыт деген статичный нәрсе емес қой. Уақыт деген ол кейде кеңейіп кетеді, үлкейіп, кейде сығылып қалады. Оның бәрі өзіміздің жоспарларымызға, жан қалауына, немесе үлгергіміз келеді, сол өзіміздің ниетімізге байланысты. Сонымен ханымдар, егер бізді тыңдап отырсаңыздар, осындай шығармашылықты, креативті бір жобаларды бастаймын деген ой болса, қорықпаңыздар, және де кеңесті үйдегі жақын адамдарыңыздан сұраңыздар. Жолдастарыңыз, бала шағаларыңыз, туыстарыңыз, жақын құрбы достарыңыз шынымен де айтуы мүмкін: сен осыны баста деген сияқты. Сондықтан рахмет сіздерге ханымдар, үлкен бір әдемі сұхбат болды. 15 минут, 7 минут, 10 минутпен шегермей, негізі 2 сағаттап отыратын сұхбат құруға болатын сияқты. Өйткені сізден үйренетін менің өзім де және де көрермендердің сұрақтары көп болуы мүмкін. Өйткені қазіргі заманда енді қарқынды заман болып бара жатыр. Шынымен Аяужан ханым дұрыс айтады, уақыт кей кезде жетпей қалады, кей кезде көп болып жатады. Оның бәрі біздің өзіміздің санамызға байланысты, ниетімізге байланысты. Рахмет келгендеріңізге. Қосарларың, және тағы да бір сұрайын деген, енді жан жақты болғандықтан сіздердің өмірлік бір 3 қағидаңыз айтсаңыз. Мүмкін біреудің есінде қалар, ойында қалар. Енді менің қағидам жұмысыма қатысты болса, жұмысты қатысты айтатын болсам, ешқашанда мысалы сападан үнемдемеймін. Уақытыммен санаспаймын. Одан кейін тапсырыс берушінің берген уәдемді орындауым керек мен. Уақытында түнімен отырсам да, күнімен отырсам да, мен уәде бердім, мен соны істеуім керек. Күшті, керемет. Менің бірінші қағидам: не істеп отырсың, сол жерде бол. Мысалы, тойда отырып, телефонда отырған, сен тойда да емессің, телефонда да емессің. Сол жерде бол керек. Мен оны балаларға да үнемі айтамын. Не істеп отырсың, сол моментте болу керек. Екіншіден, егер сен бойыңда шығармашылықпен бірдеңкемен айналысайын десең, міндетті түрде өзіңе сатып алушы, оқырман бәрі табылады. Тек қана соны істеу керек. Бойыңда бар ма, жүзеге асыру керек. Үшіншіден, ашық бол. Жүрегің ашық болсын. Сол кезде махаббат та келеді, бақыт та келеді, барлық өмірдің жақсылықтары келеді. Рахмет ханымдар. Өзімді қуаныштымын сіздермен жүздескеніме. Әрі қарай осы біздің креативті дамыту орталығымен әрі қарай жұмыс жасаймыз деген ойдамын. Бізге қонақ болып келіңіздер, білгендеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздер сияқты ханымдар, жас қыздар, жас келіншектер болуы мүмкін. Кәсіпті бастаймын, шығармашылықты қалай бастаймын деген бір сұрақтарымен жүрген, қиын, өздерінің ойында қиын, на самом деле оңай сұрақтар екен. Сондықтан сол адамдарға бір орысша айтқан кезде наставник дейді ғой, наставник бола білу, сол ментор болу деген сондай бір салаға сіздерді шақырамын. Рахмет. Рахмет.